ертең студиядан шығады, ой, бұл жігіт қайыршы, бұда жалақы жоқ, отбасын асырауға дейтіндей. Біз осы жерде қаламыз, ал бұл кісі кетеді, және бұл кісінің бізден бөлек баратын жері болады, бізден бөлек шығатын ортасы. Сонда жолдастарының ортасына келген кезде, ой, Әлібек, сен ана жерде масқара болып қайттың ғой, баянға ақшаң жетпей деген әңгіме. Ол кімге жарасады? Мен түсінбеймін да, баян деймін да, мен түсінемін, егерде бір 18 жастағы қыздар айтса екен деймін да, ақшасына қарайын деп, но тебе уже 30 лет, және де шынымен ты должна быть как женщина уже мудрая. Осыдан кейін саған қандай жігіт келеді деп ойлайсың? Жалпы не думала об этом, что жігіт келмейді осыдан кейін? Мына жерде айтып өтейінші, негізінде Диана ханым Айзаға да, басқаларға да негізі бір реніштерің болды екен, арада енді оны қазбалай берудің қажеті жоқ шығар. Жоқ, мен пікір айтқанда ол реніш емес қой, мен объективно айтып отырмын. Бізде жарнамадан кейін Аринаның таныстығы.